Ассалаумалейкум достар, мен бүгін Қытайдамын, Гуанчжоу қаласында. Бұл жаққа мен жұмыстармен келдім. Енді осы жақтан YouTubeға бір видео жазайын дедім, влог форматында. Осындай формат қалай қолдап жазып кетсеңіздер болады. Лайв формат, кішігірім мотивация ретінде жазғым келіп тұр. Себебі көп жас жігіттер, көп оқырмандарым мені мотивация үшін көреді. Жас жігіт, нөлден шыққан жігіт, Алматының сыртында Қалқаман деген районнан шыққан жігіт қазір әлем аралап, әртүрлі заводтармен, компаниялармен үлкен сделкалар жасап, өзінің арманын воплощать етіп жүр. Және де осыны көрген қаншама жас жігіттер ойлайды, мен де Еркебұлан сияқты бір күн осындай нәтижеге қол жеткіземін, мен де байым, мен де өз өмірімді өзгертемін деп ойлайды. Сондай жігіттер болса, осы видеоны қолдап кетіңіздер, және де осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Қашан айтам, кез келген істе ол басы ғана қиын. Мысалы мен басында барғолкіден тауар алып сатып жүрген кезде, әртүрлі кәсіп түрімен айналысып көрген кезде қиын болды. Реально айтам, қиын болды. Әртүрлі сынақтар болды. Мысалы мен барғолкіде ұрымен төбелескен сәттер болды, партнерларым қадаған кездерде болды, ақша жоғалтқан кездерінде болды. Яғни көп қиындық, көп сынақтардан өттім да. Бірақ та менің ойымша бұл кәсіппен айналысатын адамның барлығының басынан өтетін дүние. Даже қорқу да нормально. Екінші кәсіпті бастау да нормально. Бұл дүниеде барлық зат нормально. Бізде негізі қазақта мынандай ой қалыптасып кеткенде, егер де сен қателессең, сен чортсың. Қателессең, сен чмосың деп айтады. Бірақ та мен ондай затқа мүлдем келіспеймін. Неге? Себебі бұл өмірде барлық адамның қателесуге қақысы бар. Яғни қателікті қателік емес, сабақ ретінде қабылдау керек. Мысалы мен қазір Еркебұлан, осы уақытқа дейінгі жасаған қателіктер болмаса, қазір Еркебұлан болмаушы еді. Себебі мен қазіргідей басымнан және эмоциональный тұрғыда ол қиындықты өткізген арқасында сондай мықты, өзіне сенімді, өзінің арманына нық баса алатын адам ретінде қалыптасып жатырмын. Сол сияқты егер де сізде қазір қиын жағдайда жүрсеңіз, өміріңізде қиындықтар болса, оның болмау керек еді. Бұл зат неге маған келді деп ойламаңыз. Бұл зат сізге келсе, значит сіз мықтысыз. Сіздің қолыңыздан бұл сынақты өтіп келеді. И бұл зат сізді одан да мықты қылады да. Сол үшін де қиындық ол қиындық емес, қателесу ол қателесу емес. Оның барлығы жаңа сабақ және жаңа опыт. Соның арқасында сіз үлкен жетістіктерге жетудің бір ступенькасы да. Сол үшін сіз сол арқылы үлкен жетістіктерге жете аласыз. Бастапқы кезде көп адамдар былай айтады да, сенің қолыңнан келмейді. Сен чмосың. Сен кімсің? Бизнес ашам дедің бе? Маған айтатын, бизнесменчик, что там деп маған прикол жасайтын достарым да, группаластарым да, таныстарым да. Бірақ қазір барлығы жазады маған дайректте. Еркебұлан, что там жұмыс бар ма? Еркебұлан кездесейік, Еркебұлан шайға шақырамын деп көп таныстарым барлығы жазады. Мен өз ойлаймын да, бұл өмір қызық. Сен ештеңе болмаған кезде сен ешкімге керек емессің да. Бірақ сенде барлығы болған кезде жаныңа бүкіл адамдар жиналып қалады. Яғни бұл өмір заңы, бұнымен біз ештеңе істей алмаймыз. Тіпті сенің ата-анаң да, тіпті сенің жақын адамдарың да, сенде егер ешқандай өмірде жетістік болмаса, саған жақсы көріп қарамайды, сені қолдамайды, сені мүмкін даже ойламауы да мүмкін да. Это нормально. Тіпті ата-анамыз да бізді белгілі бір жетістіктеріміз үшін жақсы көреді. Сол үшін де жігіттер, мен айтарым, ешқандай уайымдамай, смело, ешкім тыңдамай, нық қадам баса беріңдер. Одан кейін жетістікке жетесің, басында сенбейді, одан жетістікке жетесің. Жетістікке енді жетіп бастаған кезде адамдарда қандай сөз шығады? Әрине, барлықтарыңыз білетіндей, оның жолы болып кетті. Ол удачно кетіп қалды. Ол да атып кетті проект дейді. Бірақ та олар сенің осы уақытқа дейінгі қиын ұйқысыз түндерің, сенің проблемаларың ешқайсысын көрмеді. Олар тек қана беткі бетін ғана көреді. Одан кейін мен машина алдым, бизнестарымды $1 миллион обороттан асырып тастадым. Яғни менде популярность жинадым, личный брендімді көтердім. И барлығы соны көре жинала айтады, бұл Еркебұлан ерекше адам, бұған фартанула дейді. Бірақ та мен ол затпен тағы да келіспеймін. Яғни бұл ерекше адам деген мен ойымша бұл өмірде жоқ. Әрбір адам ерекше. Әрбір адам жетістікке жете алады. Әрбір адамның өмір жолы уникальный. Сол үшін де бұл адам ерекше, бұл менен мықты деп қабылдау олардың тағы да бір қателіктері. Сол үшін мен достарыма айтарым, ешкімді тыңдамаңыздар. Әр адамның өзінің өмір жолы бар, қателік жасаудан қорықпаңыздар. Қателікте, қиындықта жүрсеңіздер, бұл керісінше жетістіктің бір ступенькасы, яғни бір баспалдағы. Бұл баспалдақты сіз міндетті түрде өтуіңіз керек. Егер де сіз бұл баспалдақтан міндетті түрде өтетін болсаңыз, ар жағында үлкен машинада, ар жағында үлкен үйде, ар жағында үлкен компанияда, үлкен ақшада міндетті түрде болады. Қатар достар, мен өзімнің тағы да бір арманымды орындадым. Оны келесі влогтарда, инстаграмда мен бөлісетін боламын. Ол өзімнің арманымдағы көлікке тапсырыс бердім. Енді бұл көлік өте мықты көлік. Барлық жігіттердің арманы.
и бұл көлікті мен жай ғана жаңа картинкалардан, инстаграмда, видеолардан ғана көретін. Бұл жаңа BMW X5 де емес, BMW M5 де емес, олар екеуі қосылғандағы бағасымен бірдей, яғни 100 миллион теңгенің асатын машина. И мен плюс өзімнің BMW-імді да сатпадым да. Енді достар, ойлаңыздар, 22 жаста екі машина болу, біреуі BMW X5, 60-70 миллион теңге тұратын машина, екіншісі одан 2 есе қымбат машина. Екі машинамен Алматы қаласында 22 жаста ешқандай бай әкесіз, бай таныссыз, ешқандай ешкім көмегінсіз өзінің күшпен жеткен жігіттің өмір жолы. Бұл өмір жолды сіз де қайталай аласыз. Сіздің де қолыңыздан келеді. Я, мүмкін 22 жаста емес, мүмкін 24 жаста, мүмкін 25 жаста, мүмкін 30 жаста. Разница жоқ. Бірақ сіз оны қайталай аласыз. Себебі адамның жасаған кез келген адам жасай алады. Осындай Қытайдан мотивационный бір видео жазайын дедім. Ішіме таңертең ұйқыдан ерте тұрып шабыт келді. Осы видеомен сізде энергия аласыз. Күнде осы видеоны көрсеңіз болады, мотивация ретінде. Өмірден сынып жатсаңыз, алдыға қадам жасауға сенімсіз болып тұрсаңыз, осы видеоны көріп, өзіңізге шабыт, энергия, сенімділік алсаңыз болады. Сол үшін достар, мен сіздерге сенемін. Иншалла, маған келіңіздер, айтыңыздар. Еркебұлан, осы видеодан кейін мен өмірімді өзгерттім. Еркебұлан, осы видео менің өмірімде жаңа қиын сәтте шығуға көмектесті деп келіп, менімен амандасып, менімен келіп әңгімелесіп айтқандарыңызды мен күтемін. Сол үшін достар, давайте алдыға шабыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздердің тіркелулеріңіз осындай видеолардың көбеюіне әсер етеді, және де осы видеоны достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Давайте достар, сау болыңыздар.